пайдалы нәрселер айтармын, мұқият тыңдап аларсыздар. Біріншіден, осы Хазіреті Муфтиіміз жариялағандай баршаңызға тарқап атқан шығар, 24-не ораза басталады. Иншалла оразамызды тұтамыз, оған ешқандай кедергі жоқ. Тарапы намаз оқимыз, оған да кедергі жоқ. Тек мешіттеріміз көпшілік орын болғаны үшін қабылдай алмайды адамдарды. Сол үшін мешіттерде емес, үйде тарапы намаз оқимыз. Тарапы намаз оқу үшін сіз міндетті түрде өте көп сүре білуіңіз міндет емес. Бәлки 2-3 сүре білсеңіз, тіпті 1 сүре білсеңіз де әдемі, соныменен 20 рақағат оқисыз. Қалай оқу жөнінде YouTube-қа кірсеңіз, намаз оқу әдістері, көрсетпелері бәрі көрсетілген. Сол жерде оқи бересіз. Одан бөлек жақында сол интернетте де тағы шығады деп ойлаймын. Тарапының тәсбірлері деп іздесеңіз шығады. Тарапыда айтылатын арнайы тәсбірлер бар, соларды айтасыз. Оны жанұяңызбен, бала-шағаңызбен дауыстап айтсаңыз, үйіңізге нұр түседі, үйіңізге, шаңырағыңызға береке келеді. Сондықтан оразаны күндізін оразамен, кешкісін намазбенен, дауыстап зікірменен өткізсеңіз, үйіңіз, шаңырағыңыз нұрға толады деген ниетім бар. Одан бөлек ораза кімге тұтуға болады, кімге тұтуға болмайды. Біріншіден, оразаны денсаулығы мүлде жарамсыз болуға жаңағыдегі бұйырылған адамдар болса, соларға үзір болады. Олар мүлде мысалы асқазан алдырып тастаған адам, бір қандай да бір сусамыр дерті деп айтамыз, қант ауруы, қант диабеті дейміз. Сол ауруменен ауырып, өте жоғарғы дәрежеде қант көтеріліп кете береді. Мүлде ораза тұтуға болмайтын, сусыз жүре алмайтын азаматтарымыз, соған ұқсайтын азаматтар ораза тұта алмайды. Олар фидия береді. Олар фидия береді. Фидияны қалай береді деп жазсаңыз шығады. Фидияның беру әдістері fatwa.kz сайтына кіріп көріп алыңыздар. Одан кейін қазіргі Қазақстан бойынша 370 теңге болып пітір садақасы белгіленді. Иншалла. Одан бөлек ораза айы дұрыс өте береді. Уағыздар, интернетте барлық сабақтар, онлайн сабақтар жүреді. Одан ешкім кем болмайды, ол тоқтатылмайды. Құдай қаласа. Сосын ораза мәселесінде көптеген сауалдарыңыз бар еді. Енді мен жобасында айтып жатқаным, дәм, арнайы дәмі бар нәрсенің дәмін татып көру макрух болып саналады. Сол үшін тек тамақ істеп жатқан адам тез-тез дәмін көріп түкіріп тастауына болады. Ал бірақ жаңағыдегі дәмі бар нәрсені аузына алып бару, мысалы сағыз шайнау дұрыс емес, оразаны мүлде бұзады. Одан бөлек ал жаңа тіс пастасымен тіс жуу макрух болып саналады. Ол жаңа жақсы қаралмайды, өйткені оның дәм болған үшін. Кейбір ғалымдарымыз осы тіс пастасына келген кезінде оны не деп айтады, жаңағыдегі егер мисуақтың дәмі шықса рұқсат беріле береді дейді, бірақ негізі ауыз бекітіп, сәл уақытыңыз бар болса, тіс жуып алып барып, сосын таң намазының уақытын кіруін күтсеңіз, сәл дұрысырақ болады. Одан бөлек таңғы тамағыңызды жеңіз. Сәресіде береке бар деген. Сәресіні ұйқыға айналдырмаңыз. Ол ұйықтау жақсы емес сәресі уақытында. Бәлки сол уақытты кішкентай зікірменен, суменен өткізіңіз. Тым болмағанда су ішіп, жеңіл ас жесеңіз дұрысырақ болады. Одан бөлек енді құрметті бауырлар, мен сіздерге комментарийларыңызды қосайын. Сауалдарыңыз, маңызды сауалдарыңыз болса, айтасыз деген ойым бар.